Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, hürmetli bауырлар. Мен Абдалқырат бірінші тома, 16-шы дәріс, ад-дарс ас-садис ва ашара. Сандарда санап отырыңыз. Хадимун, қызметші, официант. Хадиматун, әйел тегінде соның. Таббахун, аспаз, аспаз, тамақ пісіретін кісі. Матбахун, ха болу керек, мына жерде, асхана. Iltifatun tamақ пісіруші кісі дедік. Iltifatun бұрылу. Ихтирамун құрметтеу. Қаулун сөз. Табхун тамақ пісіру. Суқун базар. Самаун есту. Даиман әрдайым. Яминун оң жақ. Шималун сол жақ. Махабиру михбаратунның көпшесі. Саясауттар. Ла тал'абу ойнамаңдар. لا تلعب سين وينما أنت حجر نو بيدك ما نصفر جاني صان زي صان دك ما نصفر احترم معلمك دائما مغالما ده يا ك سينن وزنن مغالما ده احترم قرمته دائما أردايم المهر يركض أمام الحجر قلن Бейінің алдында жүгіріп жүр дейді. Амама алдында. Так, нақтымын бір нәрсе айтып кеткім келіп отыр. Так. Мына. Муал харакеттерді қойық. Так. Муалли. Жай ғана муаллимден сөзі. Муаллимука сенің мұғалімің. Муаллими дейтін болсам. Менің, жайды бірінші көпшен айтайын. Муаллимукум сендердің. Муаллими менің. Муаллиму на біздің мұғалім. Оның мұғалімі қалай болады? Муаллиму Хум деген. Олардың мұғалімі, оның мұғалімі. Олардың мұғалімдері бір мұғалім. Кейін мәні Зәхаба етістігін алайық. Зәхаба, ол кетті. Зәхабу олар кетті. ذهبت سين كتن ذهبتم سندر كتندر ذهبت من كتم ذهبنا بس كتك معلمك سين معلمكم سندر معلمين Bundan bulayılaq, dәл жоғарыдағы мысалдағыдай. Муаллимука сенің мұғалімің, муаллимукум сендер мұғалімдер. Зәхабта сен кеттің, зәхабтум сендер кеттіңдер. Муаллими менің мұғалімім, зәхабту мен кеттім. Муаллимуна біздің мұғалім, зәхабына біз кеттік. Муаллимуху оның мұғалімі, зәхаба ол кетті. Муаллимухум олардың мұғалімдері, зәхабу олар кетті. Деген секілді. Осыны үйрендік, осыған беріңіздер. Ихтарим абака ва уммака ва джаддака ва джаддатака ва ихватака ва ахаватика. Әкеңді, анаңды, атаңды, әжеңді, бауырларыңды, қарындастарыңды ихтарим құрметті. Ла тал'аб вақтад дарси. Ла тал'аб вақтад дарси. Сабақ уақытыңда ойнама. Исма қаули. Қаули менің сөзім. Исма тыңда, менің сөзім тыңда. Ла танзур уақытад дарси амамака даиман ва ла талтафит яминан ва шималан дит. Ла танзур уақытад дарси амамака даиман ва ла талтафит яминан ва шималан. Так, нақтымын қарыңыздар. Ла танзурды қойыпты. Егер мынаны аударатын болсақ, сабақ уақытыңда
алдына әрдайым қарама және оңға солға бұрылма дейді. Негізі әрдайым алдыңа қара, оңға солға бұрылма деген болу керек, негізінде. Сол себептен аяқты қате кеткен болса керек, унзур болады сонда. Унзур, әрдайым алдына қара, оңға солға бұрылма. Сол кезде ұйқасып тұр. Унзур уақыты дәрсе амамака даиман ва ла талтафит яминан ва шималан. Ат-таббаху, аспаз, немесе аспазшы дейме, аспаз қателеспесем. Тамақ пісіруші кісі, ятбаху табиху фил матбахи. Тамақты асханада пісіріп жатыр. Айна сиккину, пышақ қайда, фил матбахи. Асханада. Лима танзуруна мина шуббаки. Лима танзуруна мина шуббаки. Лима не үшін танзуруна қарап жатырсыңдар. Мина шуббаки терезеден. Ла танзуру. Қарамаңдар. Ракибал хадимул хисана. Қызметші мінді, кімге неге мінді? Айғырындысыне мінді. Ла тадхаку вақты дәрси. Күлмеңдер сабақ вақытында. Харajtu ila suqi fashtaraytu aqlaman wa masatira wa kararisa wa muhabira. Базарға шықтым, фашtaraytu және сатып алдым, сонда нерсе aqlaman қаламдар, masatira сызғыштар, карариса бұл жана кітапшалар, wa muhabira сыясауыттар. Ла ta'khudh qalami. Қаламымды алма. Лима akhadhta kurrasi ya Сулейману. Неге алдың менің куррас, кітапшамды, ей Сулеймен. Сами'на қаулака, біз естідік, нені? Қаулака, сенің сөзіңді. Сами'ату қаулаху, мен оның сөзін естідім. Хәл сами'атум қаули, сендер менің сөзімді естідіңдер ме? Наам сами'на, естідік. Айна таббаху, аспаз қайда? Фил матбахи ятбаху табиха, асханада тамақ пісіріп жатыр. Ла тақуд алал курсии, орындыққа отырма. Ла тақуду, отырмаңдар. Алал карасии, орындықтарға отырмаңдар. Айнал хадимату, қызметші әйел қайда? Яқулул муаллиму ла талабу айюха таламидату. Мұғалім айтып отыр, оқушылар ойнамаңдар деп. Ат-таламидату ясмауна қаула муаллимихим фаяқрауна дурусахум. Ат-таламидату оқушылар ясмауна естіп жатыр. Нені? Қаула муаллимихим, мұғалімдерінің сөзін естіп, фаяқрауна дурусахум. Дурусахум, сабақтарын оқып жатыр. Осымен 10-шы дәріс аяқталды. Мына жақта мені тыйым салуды үйрендік. Мысалы қараңыз. Бізде. Так, вставка дейік. Мені. Захаба, ол кетті. Енді осыдан бұйрық райын сетін кезде изхаб болады. Изхаб, ал кетпе. Ла тазхаб. Изхаб, ла тазхаб. Дәл солай. Иштари, ла таштари. Сатып ал, сатып алма. Илтафит, бұрыл, ла талтафит, бұрылма. Тағы қандай етсі бар? Исма деген болды, мана. Мына жерінде исма қаули деген. Так, қазір тауып аламыз. Исма, есті, ла тасма, естіме. Тыңдама. Ла тасма. Деген секілді. Бұйыруды үйренік және тыйым салуды үйрендік. Мәна уктуб, жаз, ла тактуб, жазба. Ухруж, шық, ла тахруж, шықпа дегенде. Енді бұйрықлайды қаяқтан істеп жатырмын? Мәна хараджа дегенді алайық. Хараджа, ол шықты.
Бірінші бұл етістіктің осы жағын аламыз. Бұйрық райынсыз емес бұрын. Міне сөздікке хараджа етістігін жаздым. Міне. Хараджа жақшаның ішінде, міне сөздікте табылған сөздің жанында жақшаның ішінде бір әріп тұрады. У, И, А деген секілді. Ол харекет. Ол нені харекеті? Ортаңғы екінші әріптің харекеті. Айның тұсында тұрған. Сарфты өткен болсаңыз, айның тұсында дегенде сіз қазір түсінесіз. Сарфты өтпеген болсаңыз, екінші әріпті айта берейін. Мәне. Сарфсыз да бұлай түсіндіруге болады. У деп отырғанымыз екінші әріптің харекеті болады. Сонда қараңыз. Мәне. Бізде етістікті үшінші жақта. Үшінші жаққа болады. Ол бір нәрсе істеп жатыр. Мысалға, қараңыздар. Үш әріпті жаздым, алдына қойдым. Үш негізгі әріпті. Мәне сен бір нәрсе істеп жатсың. Осы жақта, екінші жақ дейміз оны. Осы шақта, екінші жақта сен істеп жатырсың. Тәні қоямызда, жаңа етістікті жазамыз. Мен бір нәрсе істеп жатырмын. Мен деген кезде алиф. Бірінші жақ, мен. Алифті қойдым деген секілді. Сосын әріптерді жаздым. Мына хараджа дегенде. Енді қараңыздар. Мынау та алиф шалқанғаннан кейін хо әрпі сукунды болады. Екінші әріп сукунды болады. Хо демейміз. Хараджа болмайды. Хараджа емес, хараджа емес. Екінші әріп сукунды болады. Демек, тах, ах деген секілді. Ал ортаңғы ро әрпінің харекеті қандай болады? Оны мынау сөздіктен қараймыз. Сөздікте у деп тұрса, екінші әріп у болады. Сол кезде яхруч, тахруч, ахруч. Бірақ осы жақтағы етістіктер өткен шақта фатхаға аяқталған секілді, осы шақта мына даммаға аяқталады. Сол кезде яхруджу, тахруджу, ахруджу. Яхруджу ол шығады, тахруджу сен шығасың, ахруджу мен шығамын. Енді осыдан бұйрық райын істейміз. Аяқта неге уктуб болды? Тыйым салу оңай. Тыйым салу, екінші жаққа тыйым саламыз, сен істеме деп, сен мынандай нәрсе істеме дейтін болсақ, алдына ләні қоямыз да, дәл сол тахруджуды жазып, соңғы әріптің үстіне сукун қоя саламыз. Болды. Тахруджу сен шығасың, ля тахрудж шықпа. Сукун арқылы бұйрық рай жасадық. Тыйым салуында. Болымсыз түрде бұйрық рай болды. Болымсыз түрде бұйрық рай болды. Так. Енді жаңа мен сіздерге түсіндірейін. Неге ухруж болды? Бірінші тахруджу осы шақты ала берейік мына. Тахруджу. Бұйрық райын жасау үшін та әрпін алып тастаймыз. Тәні алып тастадық. Та жоқ. Сол кезде не болды бізде? Харуджу. Бірақ арабтарда мынандай қағида бар. Араб тілінде сөз сукуннан басталмайды. Сөз сукуннан басталмайды. Сукуннан басталмаған себепті алдына алиф қоюымыз керек. Алиф. Сосын хруж болды. Алиф, хруж. Енді алифтің харекеті қандай болады? Алиф тек қана екі харекет қабылдайды осы бұйрық райында. Не дамма, не касра. Фатхан қабылдамайды. Не дамма, не касра. Енді қай кезде дамма? Егер дамма болса, дамма болады. Ал егер фатха немесе касра болатын болса, ортаңғы әріпте, мысалы қараңыздар, мынау секілді. Вахаба етістігін жаздым. Вахабаның аяқтан қараймыз. Мынақта ортасында мына дамма. Енді вахабада ортасында дамма емес, ода ортасында мына фатха адып тұр. Енді осы шақта сен барасың десек, онда мына тәз-ха-бу болады. Ортасында мына фатха қойып тұр. Енді ортасында фатха немесе касра болатын болса, алиф қандай болады? Алиф касра болады.
Mana сол кезде не болып тұр бізде? Ухруджу изхабу болып тұр. Енді тағы да бір қадам жасаймыз. Соңғарып, ла тахрудждағыдай соңда сукун болады. Бұйрық райында. Ухрудж. Сол кезде бізде ухрудж шықты. Ухрудж дегендей. Нақта изхаб. Бұл дәл қазір түсіндіретіндей тақырып емес негізі. Қиын болып кетпесін деп айтқым келмеген еді, бірақ білгісі келетін адамдарға қосымша мағлұмат болады, білгісі келген адамдарға. Ал негізі қазір қосымша нәрселерді өтпей-ақ, дәрісті аяқтадым ғой мана, соңғы сөйлемді оқып, осы жерге дейін түсінсеңіз жеткілікті. Мынаны түсінбесеңіз ешқандай проблема емес. Қайта-қайта көріп та миыңызды қатты аштырмаңыз. Жай ғана жалғастырып көреріңіз. Алдағы уақытта осыларды қайта-қайта өте берген кезде бұл сізге жаңағы сол кезде ақырын-ақырын жеңіл бола бастайды мына тақырып, сол кезде түсініп кетесіз. Қазір түсінбесеңіз ешқандай проблема емес, жалғастырып оқи беріңіз. Мен мынаны қалай соңғы сөйлемді оқып аяқтадым, сонымен дәріс аяқталды. Мына қазақшасын комментарийге жазыңыз, болды. Сізден талап ететін нәрсе сол ғана. Ал мынау түсіну шарт емес, бұл жай ғана білгісі келген барлығын тез қағып алатын адамдарға қосымша мағлұмат ретінде айтқаным. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Келесі дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.